Қазақ тілін арнайы методика арқылы үйретіп, айына 300 мың теңгеден 700 мың теңгеге дейін табыс табудың 3 жолы вебинарының қысқа нұсқасына қош келдіңіз. Менің есімім Кәусар Сағдатқызы, қазақ тіл маманы, методологпын. Қазақ әдебиетінен шың оқулығының авторларының бірімін. 2020 жылы осы оқулықтың авторы атанған болатынмын. Жалпы 3100 оқушы мен ұстазымын. Қазақ тілін 90 күнде үйрен методикасының авторымын. Қазақ тіліндегі сөздерді жаттатуға арналған 3000 карточканың авторымын. Сізге осы жағдайлардың қайсы таныс? Сыныптағы оқушылардың деңгейі әртүрлі болғандықтан, олардың бірі сабақты қабылдап, екіншісі қабылдай алмай кетеді. Мектеп бағдарламасы әр тілдік дағды бойынша деңгейлік оқытуды қамтымағандықтан, сіздің оқушыларыңыз нәтиже алмай жатыр. Қазақ тілінен репетитор болып жүрсеңіз, чегіңіз төмен және әр сабаққа дайындалуға ұзақ уақытыңыз кетеді. Жалпы қазақ тілі мұғалімі ретінде табыс табу мүмкіндіктерін білмейсіз, немесе білсеңіз де қолданбайсыз. Қазақ тілі мұғалімдері ешкімге керек емес деп ойлап, басқа салалардан өзіңізді іздей бастадыңыз. Егер осындай жағдай болса, қазақ тілін үйретуге көмектесетін арнайы методиканың болуы не үшін маңызды, неге маңызды? Міне соны қазір түсіндіре кетемін. Жалпы қазіргі кезде Қазақстанда қазақ тілін мүлде білмейтін 2 миллионға жуық адам бар, және қазақ тіліне деген сұраныс бірте-бірте артып келе жатыр. Оқушылардың қазақ тілін білмеуі ата-аналарына өте қиын болып жатыр, яғни оқу сапасына қатты әсер етіп жатыр. Өте көп шетелдіктер Қазақстанға көшіп келуде және оларға қазақ тілі керек. Іс-қағаздар қазақ тілінде жүргізілу керек. Кәсіптер қазақ тілінсіз өз кәсіптерінде клиенттерін жоғалтып жатыр. Қазақстанда жоғары жалақы алу үшін қазақ тілі маңызды болып жатыр. Міне сол себепті қазіргі уақытта қазақ тілін үйретуші ұстаздарға деген сұраныс артып келе жатыр. Бұл дегеніміз, мына қазақ тілін үйретіп жүрген репетитор немесе ұстаздар дәл қазіргі уақытта табысын 2 есе арттыра алады деген сөз. Сіздің қазір алдыңызда 2 жол бар. Бірінші, бұрынғыша тек мектепте қазақ тілінен сабақ беріп, ал қосымша табысты басқа салалардан іздеп жүре бере аласыз. Екінші, өзіңіздің ең мықты тұсыңыз қазақ тілі арқылы заманға бейімделе отырып, өзіңіз қалаған табысқа жете аласыз. Бұл мүмкіндікті пайдаланып, көп адамға қазақ тілін үйрету арқылы табысыңызды арттыру үшін сізге бар болғаны қазақ тілін оңай әрі жылдам үйретуге көмектесетін арнайы методика керек. Енді арнайы методика дегеніміз не? Менің методикамның басқа методикалардан айырмашылығы қандай? Қазір соны түсіндіре кетейін. Жалпы қазақ тілінен тіпті 30 жылдық тәжірибесі бар репетиторлар сағатына 5 мың теңге алып жүрген кезде, мен студент болып сағатыма 15 мың теңге алатынмын. Яғни бұл қазіргі уақытта емес, осыдан бірнеше жыл бұрын, иә. Ол үшін мен қазақ тілін үйрету сабағына есте сақтау методикасын қостым. Міне соның арқасында мен чегімді жоғарылаттым, әрі клиент таба алдым. Сөздік қор, яғни сонда әрбір дағдыны қалай меңгергенімді қазір түсіндірем. Сөздік қор қазақ тіліндегі сөзді орысшасымен байланыстырамыз. Мысалы, шың, вершина. Сөйтіп, шина на вершине деп ассоциация жасап жаттаймыз. Тағы да бірнеше мысал, я. Жүру, жюри ходит по кабинету. Беру, я не беру взятки, даже если даю. Я, астында орысша жазылып тұр, үстінде қазақша жазылып тұр, я. Бұл карточканың 2 жағы, қолдау, кола, не поддерживать, пить колы, поддерживать, я. Неге осылайша қазақша сөздерді орысшасымен байланыстыра отырып, әрі қазақша сөздің дәл сол сөзге ұқсайтын орысша дыбыстық жағынан ұқсайтын сөзін тауып керек, та. Сөйтіп ассоциация жасап жаттауымыз керек. Бұл әдіс есте сақтаудың негізгі 3 қадамына сәйкес келеді. Яғни кез келген ақпаратты есте сақтаудың 3 қадамы бар. Бірінші, ассоциациямен жаттау. Екінші, дәл сол сөзді 6 рет қайталау. Дәл сол ақпаратты 6 рет бірден қайталау, және де 7 күн бойы күнде қайталау. Екінші, грамматика. Біз грамматика бойынша бір тақырып бойынша кемі 6 тапсырма орындаймыз. Әр тапсырма кемі 7-8 кішігірім тапсырмадан тұру керек. Себебі грамматика автоматтандырылмайтын болса, оқушымыз әрбір жаңа тақырыпқа келген кезде ойын жеткізетін уақытта өзінің ойын ашық, еркін айта алмай, солайша қиналып қалатын болады. Сондықтан грамматиканы автоматтандыру керек. Келесі, дыбысталым. Алдымен қарапайым деңгейде әр әріпті дұрыс айтуды үйретеміз. Сосын базалық деңгейде сөз ішіндегі ықпалдарды меңгертеміз. Ал орта деңгейде сөз арасындағы ықпалдарды меңгертеміз. 4-ші, 5-ші деңгейлер дикцияны қалыптастырып, ораторлық өнерге баулиды. Яғни, дыбысталым дағдысы деген жалпы әрбір әріпті, әрбір дыбысты қалай айту керектігін үйретеді. Және де басқа қазақ тіліндегі бірде-бір қазақ тілін үйретуші басқа
методикалардың ешқайсында осы әрбір әріпті дұрыс айту, әрбір әріптің сөз ішінде, сөйлем ішінде қалай қолданылатынын үйрету мүлде жоқ. Сондықтан бұл менің өте үлкен ерекшелігім. Келесі оқылым және тыңдалым мәтіндеріне, тыңдалым жаттығуларына келетін болсақ, мәтінді оқыған соң ондағы танымайтын сөздерді жаттамаймыз. Мәтіннен алдымен танымайтын сөздерді теріп жазамыз, сол сөздерді жаттаймыз, сосын барып мәтінді оқимыз. Тыңдалым да дәл солай, яғни ең бірінші біз сөздерді жаттап алып, сосын барып мәтінді оқуымыз керек, содан кейін барып тыңдауымыз керек. Себебі егер біз жай ғана алып мәтінді оқытып отырған кезде немесе аудионы тыңдатып отырған кезде тоқтатып қойып сосын түсіндіре беретін болсақ, тиімді білім алудың және тиімді білім берудің 3 ережесіне қарама-қайшы келеміз. Яғни ол 3 ереже қандай? Бірінші, қарқындылық, яғни біз кез келген нәрсені қарқынды түрде меңгертуіміз керек. Екінші, изоляция, яғни әр нәрсені жеке үйретуіміз керек. Үшінші, кері байланыс, яғни үнемі кері байланыс болу керек. Қате ме, дұрыс па деген сияқты бәрін айтып отыратын. Мінекей осындай жағдайда біз оқылым және тыңдалым тапсырмаларын жасатып жатып тоқтата беретін болсақ, бұл изоляция дейтін, яғни оқшаулау, әрбір дағдыны жеке меңгерту деген осындай бір принципке қарама-қайшы келеді. Келесі, сөйлеу 4-3-2-1 әдісімен жұмыс істейміз. Және қазақ тілінде сөйлейтін адамға міндетті түрде қажет 500-600 сөйлемді жаттатып алып, дәл сол сөйлемдерді тек өзіміз жайлы айтуды, дәл сол сөйлемдерді жаттаймыз, сосын тек өзіміз жайлы айтуды үйренеміз. Сосын сол сөйлемдерді автоматтандырамыз. Жалпы бұл жаттығудың маңыздылығы, яғни жалпы қалай жасалатынын түсіндіре кетейін. Бірінші, оқушыға белгілі бір тақырып беріледі, мысалы менің отбасым. Сосын оқушы сол тақырыпқа байланысты 4 минут бойы әңгіме айтады. Сосын сол 4 минутта айтқанын 3 минутта айтады. Сосын сол 3 минутта айтқанын 2 минутқа кіргізіп, 2 минутқа сыйғызып айту керек. Сосын 2 минутта айтқанын 1 минутта айтады. Осылайша осы сөйлеу, яғни сөйлесім дағдысын меңгереді. Ал енді алғашқы деңгейлерде не істейміз? Жай ғана дайын сөйлемдерді беріп, сол сөйлемдерді жаттатамыз. Сонымен қоса, мына әрбір грамматикалық тақырыптың және де лексикалық тақырыптың өмірде қалай қолданылатынын түсіндіру үшін арнайы видеоларды қолданамыз. Ол видеолар, яғни кинолардан алынған үзінділер болады. Сонымен менің методикамның басқа методикалардан айырмашылығы қандай? Сөздік қорды жедел көбейту және грамматикалық тақырыптарды автоматтандыру арқылы 3 айда қазақ тілінің бір деңгейін меңгерту. Кім дәл осы методиканы үйреніп табысын арттырғысы келеді? Қазір мен қазақ тілін арнайы методика арқылы үйретіп, айына 300 мың теңгеден аса табыс табудың нақты 3 жолын айта өтемін. Бірінші жол, орыс сыныптарына сабақ беру. Яғни, егер сіз қазақ мектептерінде жұмыс істеп жүрген мұғалім болсаңыз, немесе университетте енді ғана аяқтаған жас маман болсаңыз, орыс сыныптарында қазақ мектептеріне қарағанда, қазақ сыныптарына қарағанда сағат көбірек болады. Яғни қазақ тілді мұғалімдердің көбі осы орыс сыныптарынан бас тартқандықтан, бұл жерде сіз қосымша сағат алып табыс табуға деген мүмкіндігіңіз бар. Сіздің яғни сондай мүмкіндігіңіз бар. Орыс мектептеріне мұғалім жетпей жатады екен. Екінші жол, репетитор болу. Бұл жерде репетитор болсаңыз да сіз клиентті бірнеше жолмен таба аласыз. Бірінші, репетиторлық сайттар арқылы таба аласыз. Ол үшін Booking.kz немесе Profi.kz сайттарына тіркелесіз. Өзіңіз жайлы ақпаратты дұрыс толтырып, сағатыңызға 1000-2000 теңге деп қоясыз. Бір айда кемі 2 жақсы пікір аласыз. Сосын бағаңызды 10-15 мың теңгеге дейін көтере аласыз. Сосын сол бағаға сай қызмет көрсетесіз. Яғни, репетиторлық сайттарға тіркеліп алған соң бірден 1-2 пікір жинап алу керек та, сосын бағаңызды көтеріп жіберу керек. Болды. Содан соң клиентіңіз келе береді. Өйткені жоғары бағаға көп ақша төлеп жазылуға дайын клиенттер де бар, яғни кәсіпкерлер бар, мемлекеттік қызметкерлер бар. Оларға сіз сабақ беру үшін бағаңызды жоғарылатып қоюыңыз керек. Келесі, екінші, Instagram, TikTok арқылы. Біз Instagram, TikTok'ымызды жүргізе бастағанда көңіліміз осы көрілім саны да көбейіп, жеке сабақ беруімді сұраушылар көбейді. 40 мың теңге, мысалы, мен 2 ғана сабағым алдым. Екінші жол, репетитор болу. Осы репетитор болудың және де репетитор ретінде клиент табудың үшінші жолы ұзынқұлақ. Репетиторлық сайттардан немесе Инстаграмнан келген оқушыларыңыздың таныстары сіздің сабақтарыңызды кеңес береді. Содан соң
оқушы жиналады. Егер сабағыңыздан жақсы нәтиже болса, ары қарай оқушыны әкелу де ұстап қалу да оңай болады. Көрдіңіздер ме? Яғни жалпы репетиторларға көбінесе клиенттер осылай бірінен бірі естіп келеді. Енді үшінші жол орталықтармен жұмыс істеу. Әдетте орталықтардың жүйеленген методикалар болмайды. Сол себепті егер сіз орталықта сабақ беруден бөлек әр сабаққа дайындалуға ұзақ уақыт кеткен қаламасаңыз, міндетті түрде дайын жүйелі методикаңыз болғаны дұрыс. Қазақ мектептерінде жұмыс істесеңіз де, орыс мектептерінде жұмыс істесеңіз де, бір мезгіл онлайн немесе офлайн қазақ тілі мектептерінде жұмыс істеп, қосымша жоқ дегенде 150-200 мың теңге тауып отырсаңыз болады. Қорытындылайтын болсақ, қазақ тілі арнайы методика арқылы үйретіп, айына 300 мың теңгеден аса табыс табудың жалпы 3 жолы бар. Орыс сыныптарын алу, репетиторлық орталықтармен жұмыс істеу. Ал енді қазақ тілі мұғалімі ретінде табыс табудың 4-ші жолы серіктестік. Бұл біз ойлап тапқан ең тиімді жол. Ал серіктестік сізге қандай пайдасын береді? Сіздің бір ғана жұмысыңыз болады, уақытылы сабақ беру. Бітті. Біріншіден, клиентті өзіңіз іздемейсіз. Клиент алуға сайтқа комиссия бермейсіз, жарнамаға ақша төлемейсіз. Үшінші, Инстаграм жүргізбейсіз, команда құрмайсыз. 3 айға бірден төлеп тастайтын клиенттер болады, яғни табысыңыз тұрақты. Әр клиентіңізді жоғалтып алуға қорқып отырмайсыз. Клиент тартудың дайын жүйесі бар. Ақшаңызды таза табыстан емес, клиент аударған ақшадан аласыз. Мінекей ең бастысы, Қазақстан бойынша сабағыңызға ең үлкен ақша тек бізде төленеді. Яғни бұл серіктестік бізбен жасалады. Яғни серіктестік деген бізбен серіктес болу мүмкіндігі. Басқа орталықтар тек арзан болса деп жұмыс жасаса, біз екі жаққа да тиімді бағалар қойғанбыз. Солайша бір топ оқушыны оқытқаныңызға 72 мың теңгеге дейін ала аласыз. Егер сіз жай айлыққа жұмыс істесеңіз, қалай болар еді? Яғни сағатыңызға тек 1000-1500 теңге алар едіңіз. Бірақ маған өзіне жауапкершілік алмайтын, өз сабағына және таңдауына жауап бере алмайтын кішкентай бала сияқты ұстаздар керек емес. Сол себепті маған менімен тең дәрежеде жұмыс жасаса алатын ұстаз серіктестер керек. Сол үшін осы серіктестік мүмкіндігін ұсынамын. Сонда біздің жұмысымызға не кіреді? Авторлық методикалардан бөлек, жарнамадан бірінші сабақтарға оқушы жинау, бірінші диагностикалық сабақты тиімді өткізудің жолы, сабақты өткізу бойынша толық техникалық қолдау, Zoom, WhatsApp платформаларды түсіндіреміз. Бірінші сабақтан соң менеджердің клиенттерге шығып курсты сатуы, әр сабақта қолдануға арналған карточкалар, платформа мен презентациялар, сабақта кездесетін қиындықтарыңызды шешуге көмектесу, сіздің сабақтарыңыздың сапасын тексеріп, кері байланыс беруші, тәжірибелі жетекші. Бізбен серіктес болуыңыз қалай ақталады? Бір топқа сіз 72 мың теңгеге дейін аласыз. Сонда егер жарты күн жұмыс істесеңіз, 4-5 топ, ал таңнан кешке дейін бізбен жұмыс істесеңіз, 8-10 топқа дейін оқыта аласыз. Сонда 4 топ 288 мың, 8 топ 576 мың, 10 топ 720 мың. Бізбен әр сабағыңызға 6 мың теңге аласыз және үнемі кері байланыс ала отырып өсесіз. Дәл мұндай бағалар басқа ешқай жерде жоқ. Бізбен серіктес болуыңыз тағы да қалай ақталады? Жұмыс графигіңізді өзіңіз таңдай аласыз. Ең бастысы өзіңіз белгілеген графикке үлгеріп сабаққа кіріп отырсаңыз болғаны. Сіз өзіңіз ойлап қарасаңыз, тіпті репетиторлық сайтпен өзіңіз жұмыс істесеңіз де, сіз сабағыңызға 3000-4000 мен шектеліп жүруіңіз мүмкін. Ал бізбен сіз сағатыңызға 6000 теңге аласыз. Кімнің менімен бірге дәл осы қазақ тілін арнайы методика арқылы үйретудің жолдарын практикада үйреніп, сол арқылы тұрақты табыс тапқысы келеді? Чатқа партнер деп жазыңыз және сізге біздің курсымызға байланысты, серіктестік бағдарламамызға байланысты толық ақпарат жіберіледі.